біз бүгін Монтессори педагогикасы жайлы әңгіме қозғаймыз. 2013 жылы Дара қорының қолдауымен біздің орталықта осы кабинет жабдықталды, және сол кезден бастап біз өз жұмысымызды бастадық. Бұл кабинетті Монтессори терапия кабинеті деп атаймыз. Неге десеңіздер, бұл кабинетке ерекше қажеттілігі бар балалар келеді, және сол балаларға арнап біздің өзіміздің орталықтан шыққан екі әдістемелік құралымыз бар. Сол әдістемелік құралда балаларға қалай бұл кабинетте жұмыс жасау керек, қандай әдістерді қолдану керек, және біздің балаларға қандай ерекшеліктері бар, сол әдістемелік құралды көрсету. Баланы дамыту үшін біз ойлаймыз, көптеген заманауи дамыту ойыншықтарын алып беру керек, жарық түсті, жарқылдаған, жарқ жұрт еткен, түсі қанық ойыншықтарды алып берсек, бала дамиды деген ойда боламыз. Дегенмен де ол қате пікір. Баланы дамыту үшін даярланған орта құрастыру керек. Сол ортада бала өзінің қолымен заттарды ұстап, көріп, онымен әрекет етіп, өзінің сензитивті кезеңіне сай дамиды. Сол дамуға үлесін қосатын ол ересек адамдар, яғни даярланған баланың дамуына сәйкес ортаны құрастыру керек. Біздің кабинетке балалар алдымен жеке сабақтардан өтеді. Жеке сабақтардан өткенде біз оларға әр құралдың презентациясын көрсетеміз. Презентация дегеніміз көрсетілім. Әр құрал қалай жұмыс жасау керек. Басынан бастап аяғына дейін әр балаға жеке-жеке көрсетіп шығамыз. Содан кейін бұл жердегі кабинеттің өз ережесі бар. Қалай жүру керек кабинетте, қалай құралдарға құрметпен қарау керек, қалай ұқыпты жұмыс жасау керек, және басынан соңына дейін аяқтау керек жаттығуды. Жаттығуды аяқтап болғаннан кейін орнына апарып қою керек деген сияқты өз ережелер бар. Сол ережелерді жеке сабақтарда ұғындырғаннан кейін біртіндеп біз топты, шағын топты, содан кейін үлкен топты құрастыруды бастаймыз. Бұл Монтессори педагогикасының негізгі қағидасы балалар топпен жұмыс жасау керек. Және жас ерекшеліктері мен бұзылыстарының түрі ескерілмейді. Әртүрлі жастағы балалар және әртүрлі бұзылыстағы балалар осы кабинетке келіп жұмыстарын жасайды. Монтессори жүйесінің қалыптасуының тарихымен танысып өттік. Енді кезекте біз Монтессоридің зоналарына тоқталып өтсек. Алматы қаласындағы түзету кабинеттеріндегі Монтессори терапия кабинеттеріне шолу жасап өтсек. Әуезов ауданының психологиялық педагогикалық түзету кабинетінде Монтессори бұрышы ұйымдастырылған. Бұл Монтессори бұрышы біздің кабинетте 2012 жылдан бастап құрылды. Яғни 2012 жылы ең алғаш Монтессори әдістемесінің құрал жабдықтарын біртіндеп ала бастадық. Ең алғаш сенсорикаға арналған құрал жабдықтар алынды. Сөйтіп, жыл сайын Монтессори әдістемесінің құрал жабдықтары алынып, толықтырылып, қазір осы кабинетте бізде Монтессори әдістемесінің 4 аймағы жұмыс жасайды. Монтессори бұрышында бізде негізінен арнайы педагог және психологтар балалармен жұмыс жасайды. Бұл бұрышта сабағы өту уақыты шектелмеген. Монтессори бұрышында жұмыс жасап, өз қабілетін жетілдірген балада өте жақсы өзгерістерді байқауға болады. Яғни бұл балада қоршаған ортамен біріншіден таныс болады, ұсақ моторикасының дамуына жақсы әсер етеді, әлеуметтік ортада байланысы артады, танымдық процесі дамиды және баланың өзіне деген сенімдігі арта түседі.
Монтессори педагогикасы жайлы ақпараттармен сіздермен бүгін бөлістік. Осы ақпараттар пайдалы, сіздерге үлкен ақпарат, мағлұмат береді деген ойдамыз. Келесі бағдарламада жүздескенше біздің бағдарламаға лайк басып, пікір қалдырып отырыңыздар.